дебат 3 күнге созылады. Себебі екінші күнінде біздер дебаттың жалпы бағыты негізгі ойындар ойналса, үшінші күні біз өзіміздің Атырау өңіріндегі тәжірибелерімізді көрсетеміз. Мектептерге сонымен қатар біздің осы күнге дейін келе жатырған квиз бағыттарымыз бар. Соны көрсетеміз. Содан кейін финалдық ойындарымыз болады. Осы республикалық дебат турниріне осыған дейін 2 рет келген болатын. 2 рет үздік командамен чемпион атандым және үздік спикер атандым. Биылғы жылы өте маңызды 8 тақырып берілген, соған дайындалдық. Дайындалу барысында ақпараттарды өңдеу бойынша жұмыс атқардық және жақсы ойлар айтылады деген ойдамыз. Сол ойлардан өзімізге жақсы бір ой алып кетеміз деп ойлаймыз.